Себебі жас маман, значит, оның опыты аз, стоматологиядан көп адамдар қорқады. Ең бірінші кариеске ұшырайтын тістер, құрамында білесіздер барлықтарыңыз никотин бар екендігін, бірақ ол қатты ауырмайды. Хотя бы причинасын жоймасақ та, оның последствиясымен жұмыс жасау қажет болады. Жаңағыда қисық формасын қайтадан қалпына келтіреді. Среднем алған кезде қала бойынша мүмкін сол 500 мыңнан басталатын шығар. Университетке түсу туралы ойлап жүрсің бе? Бірақ қай мамандық саған сай келетінін білмейсің бе? Біз сен сұрауға ұялатын, бірақ білгің келетін барлық сұрақтарды мамандарға қоямыз. Сен мамандық туралы 10 жауап бағдарламасын көріп отырсың. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Адель Ерболатовна. Мен Мирай стоматологиялық клиникасында стоматолог-терапевт болып жұмыс жасаймын. Жұмыс өтілім 3 жыл. Біріншіден бұл бала кездегі жаңағыдай біздің кезімізде, яғни қазіргі кезде бәрі жақсы, бәрі идеально деп айта аламын, потому что обезболивающий препараттар қолданылады. Ал кезінде біздің мама-папамызда, орта жастағы пациенттерде, қазіргі жастарда, оларда жаңағыдай стоматология барған кезде өте қатты ауру сезінгеннен кейін ол пациенттер стоматологтарды, стоматологиялық клиникалардан қорқып фобия жаңағыдай туғызып алған. Сол себептен стоматологиядан көп адамдар қорқады. Жоқ, олай айтпасам, керісінше. Ақыл тістер деп атылғанымен, бірақ та олар ең бірінші кариеске ұшырайтын тістер, ең бірінші жұлынатын тістер деп айтсақ болады. Олар наоборот ақымақтық тістер деп айтсақ та болады. Носить брекеты это не больно, это просто, видите, сіз каждый ай сайын, әр ай сайын коррекцияға, то есть брекетті тарттыруға келіп отырасыз. Сол кезде 1-2-3 күнде ауру сезімі болуы мүмкін, бірақ ол қатты ауырмайды, терпимый боль болады, сондықтан да брекет таққан кезде ауру сезімісіз жүреді деп айтсақ та болады. Не үшінге? Себебі біздің қолданылатын материалдарда жаңағы шет елден келетін материалдар, яғни Корея, Америка, Германия. Сол себептен ол материалдардың құны да жоғары болады, сол үшінге прайс та жоғары. Не үшінге? Жоқ, келіспеймін. Егер де сіздерге бала кезден бастап, еш жинап келе жатқан кезден бастап тетін болсақ, стоматолог каждый 6 ай сайын осмотрға келіп отыратын болсақ, тістерді жақсылайтын болсақ, онда белоснежная улыбка барлығында болатын еді. Просто денсаулыққа ұқыптылықпен, жаңағыдай ответственностьпен қарау керек. Егер де сигареты шегетін болсаңыздар, ол құрамында білесіздер барлықтарыңыз никотин бар екендігін. Сол никотин тістің беттерінде шөгеді. Сол себептен не только тіспен ғана проблема, қызыл екпен де проблема пайда болады. Уақыт өте келе пародонтоз, пародонтит секілді жаңағыдай асқынуларға алып келуі мүмкін. Ал кофеден бізде қоңыр, яғни коричневый, пигментный пятна қалады тістің бетінде. Сол себептен егер де сіз кофе мен темекіден жаңағыдай арыла алмай жүрсеңіз, оларды ішіп шегуді қоя алмай жүрсеңіз, онда 3 ай сайын стоматологқа, чисткаға келіп отыру қажет. Хотя бы причинасын жоймасақ та, оның последствиясымен жұмыс жасау қажет болады. Брекет таққаннан кейін негізінде капа и ретейнер деген біреуі съемный, біреуі несъемный аппараттар қолданылады. Олар ағайындылар болып жүреді, бір-бірінсіз, яғни ағалы інілі болып. Егер де сізге брекет қойғаннан кейін либо капаны, либо ретейнерді қоймайтын болса, онда сіздің тісіңіз 100% қайтадан қалпына келеді. То есть бұрынғы жаңағыдай қисық формасын қайтадан қалпына келтіреді. Себебі бізде тістерде жады бар, яғни память сақтайды да олар өздерінің бұрынғы тұрған орындарына. Сол себептен орындарына қайта біртіндеп келе бастайды. Сол үшін де айта кететінім, ортодонтты таңдаған кезде жаңағыдай жұмыстарын тиянақты қарап, қалай қанша жұмыс несі бар, опыты бар, соның бәріне мән беріп, ретейнер және де капа қоятын болса, яғни капа ол съемный болғандықтан, оны сіз тағуыңыз өзіңізге де байланысты. Ал ретейнер ол тістің артында клеится ететін проволока. Егер де капа мен ретейнер қойылатын болса, онда сіздің тістеріңіз қайтадан қисайып кетпейді. Ол 100%.
Керісінше бізде қазіргі таңда мені байқайтыным, особенно үлкен кісілер, орта жастан асқан кісілер жас мамандарға сене бермейді. Себебі жас маман, значит, оның опыты аз, білетін нәрсесі де аз деп. Бұл заман бір орында тоқтап тұрмайды. Күннен күнге жаңадан методикалар, технологиялар ойланып табылуда. Сол себептен оны жас мамандар тезірек үйренеді. Жас мамандарға қазіргі универде беретін методика мүлдем басқа. Сол себепті мен айтамын, уверена, что жас мамандар олар қолдарынан ешнәрсе келмейді емес, барлығы келеді. Сондықтан да еш қорықпай жас мамандарды таңдаңыздар, наоборот. Золотые коронки больше не в тренде, потому что ол біріншіден эстетикалық тұрғыдан. Яғни ешкімге қазір ұнамайды, егер күліп сөйлеген кезінде тісінде алтын тұратын болса. Әрине ол мама папаларымыздың кезінде өте жаңағыдай мода болған ғой, былайша айтқан кезде. Сау тістерін барып үстінен золотые коронкамен қаптайтын болған. Қазіргі таңда, наоборот, сұраныс ол тістерге қатты ұқсайтын, биосовместимый түстері бойынша да сондай талаптар болғандықтан, сондай нәрсе сұрайтын болғандықтан бізде қазір циркониевые коронки бірінші орынды сұралынуда. Золотые коронки почти нигде не ставят. Белоснежный у нас в клинике Мирай. Негізі универді бітіргеннен кейін, барлық стоматологтар, яғни стоматолог общей практики деген қана квалификация алады, ал ортодонт болғыңыз келетін болса, сіз оны ортодонтияны универдің кезінен бастап өзіңіз үшін бөлек материалдардан, бөлек литературалардан оқып, және де универді бітіргеннен кейін курстарға барып үйренсеңіз болады. Ал универден сіз бітіргеннен кейін сразу же стоматолог, ортодонт болып шыға алмайсыз, өкінішке орай. Стоматолог-терапевт ол уже жұмыстың объемына байланысты болады. В среднем алған кезде қала бойынша мүмкін сол 500 мыңнан басталатын шығар. Ал арғы қарай жаңағы максимумы ол врачтың өзіне байланысты, пациенттің келуіне байланысты, жұмыстарының ауқымдылығына байланысты. Максимумын айтпай қояйын, ол жағы секрет. Мен терапевт болғандықтан кейін көп пациенттерде бізде келетін терапевттерге бірінші жалбысы ол тіс ауруы. Яғни бұл жерде 2-3 күнде, 1 апталап, 2 апталап обезболивающий препараттарды ішіп, жаңағыда жүре беретін пациенттер болады. Солар келіп, тістерін емдетіп, ауру сезімі сразу басылғаннан кейін, жаңағы пациенттің саған деген алғысы, ризашылығы сол мені өте шабыттандырады. Интернеттен оқып алып, болады ондай пациенттер. Интернеттен оқып алады да өзінің диагноздарын, стоматологический процедуралардың барлық этаптарын. Сол жерде беседа болып жатқан кезде, диалог болып жатқан кезде, сен өзіңді стоматолог емес, сен өзіңді пациент сияқты сезінуің. Сіз стоматологқа келіп тұрсыз ба? Значит, ол кісі маман, ол кісі специалист. Соған жүгінгеніңіз дұрыс болады. Ол кісі не деп айтады, сол дұрыс. Потому что біз ешкімге жамандық жаңағыдай ойламаймыз, жамандық жасағымыз келмейді. Сізге тек қана жақсылығын ойлаймыз. Сол үшін менің ойымша пациент рөлінде қалғаны дұрыс болар. Ең біріншіден ол жаңағыдай университет қабырғасынан бастап тек қана сабақ деп жүрмей, әрине теория күшті болса, ол жақсы деген мағынаны білдіреді, яғни барлық жерде сен оны алып шыға аласың. Бірақ та теорияға жаңағыдай көмекке практика келеді. Сол үшін де универ қабырғасынан бастап, 2-ші курс, 3-ші курс, 4-ші курс оқып жүргеннен бастап, стоматологияларға кіріп, клиникаларға кіріп, ассистирование бастау керек. Потому что көзбен көрген ол мүлдем басқа, кітапта оқыған вообще басқа, ал көзбен көрген мүлдем басқа. Мен, например, өзім 2-ші курстан бастап жұмыс жасадым. Жаңағы бастайтын жас стоматологтарға айтарым, ол жаңағыдай ерте басталған практика. Каждые полгода приходить на чистку и на осмотр. Прям каждые полгода, регулярно, не пропуская. И чистить как минимум 2 раза зубы по минутам, как минимум 3 минуты. То есть утром и перед сном,
И потом нужно будет ирригатором пользоваться раз в день перед сном, как вы почистите зубы зубной пастой и щеткой. Потому что бывают у нас скрытые кариесы между зубами. Щетки, да, щетина щеток, она не убирает именно мягкие налеты между зубов. А когда между зубов остаются остатки пищи, там и возникают скрытые кариесы. Чтобы такого не было, нужно пользоваться ирригатором обязательно.